Короче, бүгін бар ғой, Реал. Ұтады, есе айтайшы. 3-5 коэффициент беріп тұр ғой. Коэффициент деген не өзі? Коэффициент деген сен қойған ақшаңды 2 еселеп, 3 еселеп көбейтетін сан ғой. Мысалға, 5 сен үстінен бір 15, 20, 30... Мен вообще футбол қарамайды екен. Маған бәрібір кім жеңіп жатыр. А сен братан не қызықпайсың? Өйткені қойып көрген жоқсың да. Бір рет қойып көрші. 90 минут ішінде гол салса екен деп азартпен отырасың да, братан. Ол уже азарт қой. Жоқ, братан, азарт емес, ол лайфхак. Сен матчты көру үшін, сен бір рет тік көресің. Сонда түсінесің да өзің ішінде. Жігіттер, сендерге айтайын. Бір рет деген сөзден сақ болыңдар. Мен туған інім бар. Бір рет деп өз басында бастаған. Қазір жағдай өте мүшкіл да. Жоқ, бәк. Менікі жай қызығушылық қой. Қане, братан, берші телефонды. Жай, қоя тұршы. Жай қызығушылық дегеннен сақтан болған. Ол өте ауыр сөз ол. Ол зиян ол. Сөйтіп бастаған бәрі. Айтып жатыр ғой, живой пример. Енді оған әркім өзі жауап береді. Конечно, өзі жауап береді әркім. Қане, берші телефонды. Ануарды қоймайсың. Жүрші, біздің қатындар шықты. Жасамай маған приложение, не? Жасай бағана. Так. Сонда не болады, қалай ол? Короче, 5 салайық. Бір рет көрейік, бастап, ақырын. Жарты бір рет көрейік, 15-20 көтеріп осақ. Дұрыс емес пе? Так. Смело, братан. Смело. Хорошо. Ата, пульт беріңізші. Футбол көрейікші, күшті матч болып отыр, ата. Қызық матч. Жаңалық көріп отыр. Бұл не? Ой, жаңалық десең, таңертең көресіз, ата. Қазір футбол көрейік. Ертең көресіз жаңалықты. Қазір футбол көрейік, күшті матч болып отыр. Сен қашаннан бері футбол көретін болғансың? Мадина, бұл өлі классико, ата, Мадина. Мықты матч бұл. Жүрет. Бір рет көрейік, бәлкім қызық шығар. Неге енді сотқа қарап отырсың? Бұл матчтың статистикасы ғой, Мадина. Статистика қарап отыр. Түс, ата. Қазір гол болады қазір. Гол! Айттым ғой, гол болады деп қазір, гол! Не болды? Шынды матч болып отыр ма? Не болған мынау? Бітті матч. Біз ұттық. Ата, 5.000 теңге салдым. 18.900 теңге ұттым. Қанша дейді? 18.900 теңге. Бұл қайдан шыққан ақша, Талғат? Ставка ғой, ставка. Ставка? Иә. Жарайды. Бір сергіп қалған шығарсың. Бірақ келесіде қайдаланбасын, Талғат. Жақсы. Ануар, өткендегім шығып кетті ғой, мен ұттым. Серьезно? Так. Рахмет саған, брат. Видишь, нормально сен. Енді ақшасын көбірек салсам қалай болады? Саламыз ғой ақшасын. Онда экспресс дегеніміз уже біз. Ол қалай? Короче, экспресс деген бір матч емес, бірнеше матч қой. Сонда сен 30-да көп болады, түсінсің ба? Жақсы екен. Қорықпаса, Талга. Ақша тартады. Батыл бол. Талга. Батыл болу емес, ақмақ болмау керек бұл жерде. Талғат айтып жатырмын ғой, інім менің концертқа кіріп кеткен, керек емес бұл теманы. Не қасың? Қадалып қалады, конкретно түбінде қадалады ол. Інім деп өзің таға бермеш, әркім таңдау бар ғой мына жерде. Мен таңдау туралы айтып тұрған жоқпын, Ануар. Нәтижеде түсіндің ба? Нәтиже бұл жерде. Тоқтаңда, көршілер ұят болады. Бәке, мен өзім білем, нормально бар. Өзім білем деген сөз ғой, сол бәледен басылады. Ертең кеш болады. Талғат, өкініп қаласың деймін саған. Мен айтпады деме, көрші, короче. Жоқ, бәрі нормально. Талга. Батыл бол. Экспресс дедің ба? Экспрессқа. Қандай команда таңдаймыз? Барсан алайық. Барсан. Не, Бавария соларды ала керек та, топ клубтарды. Стянул немного, и он именно простреливал, пытался найти. Бүгін Қазақстан жеңеді. Қараңдар қазір. Бұйырса. Получается, крайне неудачные попадания в защиту. Шмейхель играет на... Бәріміз Қазақстанға жанкүйер болайық, а? Иә. Бұйырса. Кстати говоря, не безупречно. Қазақстан! Тыныш отырыш, футбол көрейікші. Тыныш отыр. Қазақстан. Талғат, не болды? Футбол көрейік та тыныш отыр. Біздің қазақтар футбол ойнау білмейді. Өздерің туралы. Ондай сөз айтпа. Не болды саған? Қош, Талғат. Футбол көрейікші, тыныш отыр. Голливуд Багаж, Зайнуддинов, Шмейхель, ворота, разбег. Ата, тыныш отырш. Қаяқтың, Қазақстан. Талғат?
Жайма сенікі? Күте тұршы енді. Уақыт әбіттен бір. Телевизор Талғат, не істедің? Ол не істегені сен, Қойындаршы, Мойындаш, сен ставка тігіп жүрсің ғой, Қайдағы ставка? Көршілеріме спорт еттім. Айттым, біздің қазақтар ұтпайды дедім. Алды ұтып кетті. Біздің қазақтың футболдары бар ғой, нерв бар ғой. Сенсация, не сенсация мұны? Спор үшін атаға ауыр сөз айтасың ба сонда, Талғат? Шыныңды айтшы. Сен бәстескен жоқсың. Ставка тіктің ғой, Мадина, басым қатырмашы мен бар ғой сен. Балам, ақша деген қолдың кірі. Ашу, үйдің берекесін қашырады. Әйеліңе дауыс көтерме. Телевизор қайдан келеді енді? Сенде ақша да жоқ қой. Баске, маған ақша керек болып отыр. Атам ауырып болды. Соның еміне маған қарызға ақша беріп тұрмыш. Қойшы, ата ауырып қалды ма не? Давление, сахар дейді. Қазір дәрі қымбат. Сол бір 300 мың теңгедей керек болып отыр еді. Мен сізге ертең қайтарам. Алла шифа берсін, бауырым. Талғат, атамның еміне ғана. Атам жақсы білеміз ғой. Соңғы рет беріп отырмын. Рахмет, ертең қайтарам. Міне, артығырақ болу керек, сан албасың ба? Жақсы, рахмет, Басеке. Алла разы болсын сізге, Басеке. Жақсы, атаға сәлем айт. Мынаны қайдан алдың? Ол атаға. Ата, өткен еске қатты сөйлеп қойдым. Қыз балыққа салып қойдым. Ата, кешіріңізші мені. Мына теледидар сізге. Енді азан мен жаңалықтарыңызды, сериалдарыңызды көрсеңіз болады. Кешіріңізші мені, ата. Балам, әке жүрегі кешіреді. Сол жүректі көп ауырта берме. Жақсы, ата, кешіріңізші мені. Мадина ханым, ал мынау сізге. Сіз де кешіріңіз мені. Енді ондай қайталанбайды, уәде. Жарайды. Бірақ соңғы рет болсын. Уәде етемін. Иә, Ал енді, соңғы рет болсын. Мадина, сіз шай қойыңыз, а мен телевизорды құра берейін, ата. Жақсы. Тек бір-ақ рет. Ертең орнына қоямын. Ертең әкеп орнына қоямын. Кешір, жаным. Мадина, Қайда? бракованный екен. Дауысы дұрыс шықпайды. Гарантия соны бар. Сервисқа бар, тексеріп білейші. Кеше ғана алып едік қой. Солшын аппаратым ғой. Точно ма? Точно, миымды ашпашы. Не болған түріңе? Сұрама. Кім орда айтсаңшы? Талғат атамның еміне деп 300 мың алған. 1 жыл болды, әлі жоқ. Мен де адаммын ғой, маған да ақша керек. Бір апта уақыт кешіктірмеңіздерші. Жақсы. Түсіндім. Бүгін бастығым келді. Емге деп сұраған ақшаңды сұрады. Талғат, не істеп жүрсің сен өзі? Үйде телевизор да жоқ, ақша да жоқ. Мадина, миымды ашытпашы. Сен ол ашытып тұрған.
Қоймасаң папаңа айтам. Мадина, миымды ашытпашы деймін саған. Мадина, не болды? Қатты жүрдің ба? Мадина, қайда кеттің? Кетем. Қазір кетем. Кетпеш, Мадина. Брат, короче, осы баня. Іші жылы нормально бәрі. Көрпе түстен бәрін жасап қойдым. Жата бер, жарай ма енді? Пока временно ғой. Рахмет. Осында біраз жатайын. Үйге барым келіп жүрген жоқ осыда. Главное, пальто етпе. Әрине, конечно. Сен біреу көріп қойып, маған звондап жүрмесін, жарай ма? Жоқ, уайымдама, бәрі жақсы. Давай, жақсы. Рахмет. Жақсы. Еще звондайсың. Звондаймын. Давай. Балам, Талғаттың орнына ақшасын төлеуге мен келіп отырмын. Міне балам. Ата, үлкен басыңызбен келіп отырғаныңызға ыңғайсызданып отырмын, әрине. Сізді қатты сыйлаймыз. Бірақ көңіліңізге келмесін, ренжімеңіз. Талғат жұмыстан босатылды. Не дейсің? Шығарғаны қалай? Өзім де шаршап кеттім, ата. Ренжімейсіз. Ата, кешіріңізші мен. Мен тоқтай алмай қалдым. Сен менің өмірімді қарызға айналдырдың. Мен бәрін орнына қоям. Мен Мадинаны қайтарам. Ақшам бәрін орнына қоям мен, ата. Кешіріңізші мені. Алла кешірсе, мен кештім. Ата, сіздің пенсияңыз түсті ғой да? Бүгін кредиттің уақыты келіпті. Мен барып өзім банкқа төлеп келейін. Сіз шықпай қойыңыз. Дала суық, үйде отыра беріңіз. Маған ақша беріңіз. Мен өзім төлеп келем. Кредиттің уақыты келіп тұр екен. Шынымен төлейсің бе? Иә, мен төлеп келем ғой. Маған сеніңіз. Мен төлеймін. Төлейтін бол. Маған сеніңіз, ата, мен төлеймін. Реал Мадрид бір-ақ қол ғой, Құдай-ау. Реал Мадридсің ғой сен, бір-ақ қол ғой. Туф, болмайды ғой. Бір-ақ қол салым керек еді ғой. Текке алым. Атаның соңғы ақшасы еді ғой, кредитқа деп бергенді. Малны. Енді істеймін бе? Өзім бұрттым. Ақмақпын. Қош болыңдар бе. Биткен өмір құрсын. Жынды, сен не істеп отырсың? Қуасың ба? Шеш мынау. Тиіспе, Ануарна. Не болды саған? Өмірім бачыт болды. Өз қолымен өз өмірім құрып тастадым. Берші, мен өлемін. Родной, сен өлуің маған керек емес. Маған керек. Өлсең басқа жерге барып өлме, сотталам сен өлсең. Шықшы, қайтшы. Мен барар жерім жоқ. Брат, нормально айтам, шыға салшымайсың. Жігітше айтып отырмын. Түсіндім. Баратын жерім жоқ мен. Болмайды маған, болмайды. Бір күн болайшы осында. Бір күнде жатпайсың. Все. Хабарласпа маған, іздеме вообще. Номерін удали. Ата, маған көмектесіңізші, ата. Соңғы рет, ата. Жоқ, балам, жоқ. Мен сенің қарызыңды жапқан сайын, сен қайтадан батасың қарызға. Ата, мен бәрін жабам. Мен жабам бәрін, ата. Ана Мәдинаның аяғы ауыр. Сенің балаң бар. Мына жүрісің не жүріс? Есіңді жей. Есіңді. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Келіңіз, кіріңіз. Күнде менің
есігіме бір адам келеді. Ана ақшаңды төле дейді маған. Мына мен елдің бетіне қараудан қалдым. Білем ата. Естіп жүрмін. Менің балам дәл сондай жаман бала емес еді. Бір қателік жасап еді. Содан бері... Ата, былай ғой. Шындықты айтпасам, сіз құлайын деп тұрсыз. Не? Я, сіз негізі Талғатты құтқарып жүрген жоқсыз. Сіз оны ұстап жүрсіз. Ау, ұстап жүргені қалай? Ол батпаққа батады. Сіз сол батпақтан шығарасыз. Ол соған үйренеді. Бірақ мына мен әкемін ғой. Қалай қарап тұрам, а? Әке болған екен айтып жатырмын сізге. Оның проблемасын шешкен сайын, ол жеңілдеген сайын, ода проблема жоқ болады. Түсінесіз ба? Сонда мына мен ештеңе істемеуім керек пе? Ақшамен көмектеспеңіз. Енді? Шартпен көмектесіңіз. Шарт? Иә, мысалға көмектесер кезде шарт қойыңыз. Емделесің ба? Я деген кезде көмектесіңіз. Ол мүмкін шарттарды орындау керек болады. Ай, балам, ай. Ол мына мен тіпті тыңдамайды ғой, тыңдамайды. Тыңдамайды. Себебі сіз бәрібір оның қарыздарын жауап бересіз. Ол соған үйреніп алған. Содан барып тағы да мен кредит алдым. Міне, сіз кредит аласыз, оның ақшасын төлейсіз, а ол тынышталады. Бұл тәуелдік. Тәуелділік? Иә. Қараңыз, былай ғой, ата, менің інім бар. Иә. Тура осы Талғат сияқты ұлдаман еді. Мен оған сіз сияқты көмектестім, кредиттерін жаптым, адамдармен жолықтым. Былай шыққанда кір жолатпадым ол жігітке. Соның барлығына үйреніп алғаннан кейін, тек соған дәмеленіп қалғаннан кейін, аяқ жағы не болды? Мен інімнен айырылып қалдым. Не дейді? Иә. Сондықтан да менің қателігім сіз жасамаңыз. Иә, өйткені мен оған жоқ дей алмадым. Сондықтан да сіз Талғатқа жоқ деп үйреніңіз. Жоқ. Бүгінгі жоқ дегеніңіз ертең оның өмірін құтқарып қалуы мүмкін. Жоқ. Мен енді оның кредитін тіпті жаппаймын. Дұрыс. Дұрыс шешім. Жоқ. Я Алла. Бір ғана балам бар еді. Қайдан адасты? Қалай адасты? Кішкентай кезінде біреудің ойыншығын да алмаушы еді. Ал қазір атасының көз жасын көрмейді. Егер мен оған кезінде жоқ дегенімде, ол сезініп, өзі тығырықтан шығатын еді. Сондықтан да сізге де айтарым. Жоқ деп үйреніңіз. Жоқ. Бұлай болмайды. Ертең келсе де, жығылса да, жыласа да, мен жоқ деймін оған. Жоқ. Не болды, Талғат? Ақша керек болды ма? Мен тоқтай алмай жүрмін. Маған көмектес бәке. Талғат, проблема ақшада емес. Проблема сенің жауапкершілігіңде. Сен оны ұстай алмай жүрсің. Сен ставкаға ақшаны емес, атаңның көз жасын, әйеліңнің көз жасын тігіп жүрсің. Енді балаңды тігейін деп жатсың ба? Талғат, сен бұл нәрсені қою үшін саған бір-ақ адам көмектеседі. Ол тек өзің, Талғат. Өз еркіңмен оңалту орталығына бармасаң, мойындамасаң, бұл бәле сен басына түспейді. Мен барам. Мен емделем. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Есімім Талғат болады. Не үшін келдің? Мен ұлдамамын. Мен өз қолмен өз үйімді құлаттым. Маған көмек керек. Маған ем керек. Жарайды, жүріңіз, сөйлесейік. Кіріңіз. Басында қызық дедім. Сосын тағы дедім. Соңғы ставка дедім.
сол соңғы мен өмірімді жек қойды. Мен 16 орталығынан кейін өзімді толық жеңу үшін 5 жылға отбасымнан алшақтадым. Өз-өзімен күресу жылдарында ортаны тазарту, қара жұмыс жасау, құдайымды тану, қаржылы сауаттылығымды дамыту барлығына сонша ұзақ уақыт өтті. Өкінбеймін. Адам қалпына келу басты миссиям болды. Ең бастысы, мені сонша жылдан кейін қабылдаған атам мен әйеліме шексіз ризамын. Ата, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам балам. Мадина. Бұл сенің ұлың. Ұлым. Кешіріңдерші мен ұлым. Енді сен ыстапқы қоймайсың. Әке болдың. Әке.